өсірілген ірі қараның күйі қандай? Бір сиырымыз бүгінгі күнде 18 литр сүт беріп отыр. Өз етіміз түске емес, тіске кірер күн қайда? Әулиекөл деген породаны ұстап отыр. Өсуі де, оның салмағы да ешқандай шетелден келген малдардан кем емес. Алтай баққан арықты бір күн ұрып өлтірген. Шетелден келген ақсүйек сиырлар неге ауырды? Жайылымға жіберсеңіз, біздің жерді өзіңіз білесіз ғой. Жеріміз ана шөп, мына шөп біразын тұрады. Сразу көзден кетеді. Қонағына қой соятын халықтың нарықтағы парқы қалай? Көптеген компаниялар Ресей Федерациясында өздерінің өкілдіктерін, филиалдарын, компанияларын да құрып жатыр. Аграрлы елді алға оздыратын жол. Евразиялық экономикалық одаққа ене отырып, Қазақстан жаңағы ауыл шаруашылық өнімдерін осы мемлекеттерге шығаруға толық мүмкіндік алады. Қазақстан аграрлы мемлекет. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап, ел ауыл шаруашылығының ғаламдық бәсекелестікке қабілетті, жан-жақты дамыған, жоғары технологиялы болуына баса назар аударылды. Биік белестерді бағындырған агроөнеркәсіп кешенінің ендігі өрлеуіне Еуразиялық экономикалық одақ мол мүмкіндік береді деп күтілуде. Біздің тауар өндірушілер үшін, жалпы мына Қазақстан тұрғындары үшін ол үлкен мүмкіндіктер болады, нарық ашылады. Бір жағынан, екі жағынан ол мына бәсекеге қабілеттігімізді көтеру керек. Жер көлемі жөнінен 9-шы орынға орныққан ел жайдарлы жылы 25 миллион тоннаға дейін бидай алады. Оның 8 миллион тоннасын Орта Азияның нарығына шығарады, яғни үздік бестікте. Кейбір компаниялар Мәскеуде нан шығаратын заводты неге салмаймыз деген сондай ұсыныс берді мэрияға. Мэрия қуана бізде 16-17 завод бар деп, егер де завод саламыз десеңіздер, жер бөліп береміз дейді. Бізге конкуренция бәсекеге жақсы. Қазақстанда 6 миллион 180 мың әрі қара, 18 миллион 292 мың ұсақ мал, 1 миллион 732 мыңнан астам жылқы, 156 мыңнан артық түйе, 34 миллион 543 мың құс бар. Статистика агенттігінің 1 наурызға дейінгі ақпараты бұл. Еттің бәрі қаз емес деп, жылқы етін жеп, мал өсірсе қой өсіретін халықтың әлемдік нарыққа ірі қара мен тауықтың өнімін шығармасқа мал жоқ. Сұраныс солай. Сондықтан біз ірі қараны ілмекке алдық. Ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында қабылданған сыбаға несиелік бағдарламасы аясында шетелден асыл тұқымды деп саналатын 39 мың ірі қара сатып алынған. Көбісі сүтті сиырлар. Бір сиырымыз бүгінгі күнде 18 литр сүт беріп отыр. Күніне 8 тонна сүт дайындаймыз. 2011 жылы ашылған Анди шаруа қожалығы соңғы технологияларымен жабдықталған. Өйткені ақсүйек сиырлар аса баптауға бейім. Бұзауларын емізбейді, сүт беруге негіздейді. Ең бірінші осы сиырлар таңдаған уақытта біздер әр түрлі тұқымнан қарастырдық. Оның ішінде әр елдерден қарастырдық. Соның ішінде келіп біздер осы Галштейн породасына келіп тоқтадық. Неге десеңіз, бұл тұқым дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы сүт өндіру жөніндегі өте асыл тұқымды мал болып есептелінеді. Шаруа иесі 2013 жылы Америкадан 470 бас асыл тұқымды құнажын сатып алады. Қазір соның 444-і сауынға байланған. Сиырдың желіні жуылғаннан кейін мына сүт сорғышты саламыз. Міне 9 минуттай уақыт өтті. Мұндағы 28 сиырдың барлығы сауылып болды. Мына құрылғыда әрбір сиырдың қанша литр сүт берілгені және оның жеке куәлігіндегі нөмірі жазылған. Ал мына сүт сорғыштар сауылып болғаннан кейін автоматты түрде өз түсіп қалады. Сиыр шыққаннан кейін сразу өлшеніп шығады. Электронный веса бар. Ар жағында селекционный ворота бар. Если сиыр ауыратын болса, жанына қарай алып, мал дәрігерлер емдейді. Ветеринарлық тексеру жұмыстарының жиі жүргізілуі өткен қауіптен соң. Комплексте тұрады ғой, жайылымға келмейді. Жазда да осылай комплексте ұстаймыз. Егер Жайылымға жіберсеңіз, біздің жерді өзіңіз білесіз ғой. Жеріңіз ана шөп, мына шөп біразын тұрады. Сразу көзден кетеді.
Қолданыстағы технология уақытты ұтуға әрі көп шығын шығармауға тиімді. Сауын сиырларының төлдері туылған күннен бөлек бағуға алынады. Америкадан әкелінген Goldfish түлігінің бұзауларына сүт беру бақты маған да берді. Бұзауларға сүт тәулігіне 3 мәрте беріледі. Сүттің құнарлығы өте керемет. Бұның құрамында түрлі қоспалар бар. Қоспалардың көбісі Германиядан, Ресейден әкелінген. Және де бағалары қымбат. Мына бұзаудың көріп тұрған бұзауларымыз 4-5 айлық. Бұлар қазір салмақ тез жинау үшін біз ана неден Санкт-Петербургтен жаңа полисахарид деген нелер бар. Полисахарид, полилоза деген сүтке қосып, замена жаңа көрдіңіз ғой, осыған қосып береміз. Ана аузына қанбаған мен бұзаулардың туыла сала тулайтын ошақтары озық. Қазір біз жаңа туылған бұзаулардың жатын бөлмесіне кіріп бара жатырмыз. Жаңадан туған бұзауларға осылай бірінші уызын ішкіземіз 3 күн. Осы жерде индивидуальный клеткада ұстаймыз. Одан кейін мына шамалы бастан шығарып фиксациядан үйретеміз кормға. Міне Ақтөбе қаласында орналасқан тағы бір ірі сүт фермасына ат басын тіредік. 2010 жылы ашылған бұл фермаға жұмсалған қаржының 85%-ін үкімет көтерген. Яғни нақтырақ айтсақ, 2 миллиард 890 миллион теңге 10 жылға несиеге берілген. Қазір бұл фермада тәулігіне 16 тонна сүт шығарылады. Ай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1100 ірі қара малға арналған. Ферма ішкі нарықтан тыс Ресейдің Орынбор қаласына жылына 30 тонна сүт сатып отыр. Жоба жоспары бойынша бұл көрсеткіш 100 тоннаға жетуі тиіс. Ол үшін 870 миллион теңге қажет. Есть правила, которые стимулируют экспортеров. Но в них есть такая оговорка, что только часть затрат возмещает только представительство. Представительство открывать очень накладно. Весь мир работает на дистрибьюции. Хотелось бы, чтобы в этих правилах было дополнено представительств или дистрибьюторов. Шаруа қожалығы агробизнес 2020 бағдарламасы қабылданған уақыттан бұрын іске қосылған. Яғни ретроспективалық жоба болғандықтан субсидияланбайды. Ежегодно, начиная с декабря 2009 года, это постановление действует, ежегодно она обновлялась и выплачивалась государственная субсидия на содержание племенных животных. К сожалению, в 2014 году постановление, которое вышло, убрали эту статью. Вычеркнули из-за того, что были пробелы по юридической части. Жалпы субсидия алу жөнінен Ақтөбе облысы алда тұр. 10 жылдан астам жұмыс істеп келе жатырмыз. Соның ішінде 18 миллиард теңгеден астам қаржы құйылды осы Ақтөбе облысының қожалықтарына, ауыл шаруашылығына. 3000 бас ірі қара малы әкелінді. 900-ден астам ауыл шаруашылық техникасы қожалықтарға табысталды. Асылында мемлекет несие алған кәсіпкерге 20%-дан 50%-ға дейін субсидия бөледі. Биылғы жылы 127 миллиард теңге субсидия ретінде беріледі деген болжам бар. Өткен жылы 1 миллиард ақш доллар алғанбыз. Шетелден осы жылдың аяғында, жылдың басында оған қосымша 200 миллион доллар ақш болды. Сол 1 миллиард 200 миллион доллар ол біз банкқа беріп жатырмыз. Қазір осындай көмек ретінде ол 9 жылға дейін беріледі. Оның несі 10%, оның 7%-ын үкімет субсидия ретінде жабады. Ұлттық холдинг 2007 жылдан бері кәсіпкерлерге 1 миллиард 256 миллион теңге көлемінде қолдау көрсетті. Оның ішінде 11 жоба сыртқы нарыққа шығып отыр. Ауыл шаруашылығын субсидиялау, мемлекеттік қолдау бізде қазір Белоруссия, Ресейге қарағанда бізде төмен, біз осы кемінде 10%-ға жеткізуіміз керек. Сол кездегі ауыл шаруашылығына мемлекет тарапынан субсидиялаудың қаржысы көмегі артады. Біз қазір 10 тонна сүтті, арнайы сүт өнімдерін жасайтын зауытқа алып келдік. Зауыттың ішіне кіріп, процеспен тасайық.
Өнеркәсіпте қорытылған піскен сүт, биоөнім және түрлі айрандар өндіріледі. Ал өнім ішкі нарықтан тыс Ресейдің бірқатар облыстарына сатылып отыр. Бұл зауыттың қуаттылығы қанша және сіздер сол жоспардың қаншасын орындап жатсыздар? Өндірістің производительстві бойынша 30 тоннаға дейін сүт қабылдауға болады бір сменде. Қазіргі уақытта біз 10-15 тонна қабылдап тұрмыз. Қазақстанда жылына 4,5 миллион тонна сүт өндіріледі. Оның 40%-нан дайын өнімдер жасалады. 25 тоннаға жуық сүт сыртқы нарыққа экспортталады. Ал ішкі сұраныстың көлемі 2,5 миллион тонна сүт. Оның 70%-ы елімізде өндірілсе, 30%-ы импорт. Еуразиялық экономикалық одақ аясында импорттың көлемі 7%-ға қысқармақ. Біздің азаматтар ренжиді ғой, ой, неге өз заттарымызды шығарамаймыз деп. Экономика ретінде оны ашқаннан кейін біздің заттарымызда Ресей Федерациясының, Беларусь Федерациясының болсын сатылып 170 миллион халықтай соған мүмкіншілік болады бизнес. Сиырдың тілі сүтінде, азығына қарай құнарлы болады қаймағы. Осы орайда игерусіз жатқан жерлерді іске асыру қолға алынды. Қазір 1 миллион 300 мың гектар суармалы жерлер бар. Соның 1 миллион гектарын неге қайтардан игеріп, мына жүгері болсын, ол жүгеріні жай сатпай, оны комбикорм мал азығын дайындап, мысалы құс шаруашылығын көтеруге, ет шаруашылығын, сүт шаруашылығын. Сонда міне мүмкіншіліктер өте мол. Соны пайдалану керек. Бірақ та нарық болмаса, оны біз өндіріп қайда шығарайық? Өңірлік даму вице-министрі Өскенбаев мырзаның мәліметіне жүгінсе, Қазақстандағы жер көлемінің 99% мемлекеттің меншігінде. 272 миллионнан астам гектарды алып жатқан атыраптың 96 миллионы ауыл шаруашылығына тиесілі. Оның ішінде 24 миллион гектары егінді алқап, 60 миллион гектар өрісті өлке. Жаңыз жайылымның өзі 187 түрі тек қана Қазақстан бойында бар. Сол жайылымға қалай пайдалану керек? Қанша мал ол жерде өсіруге болады, жайуға болады. Соны түгел біз осы заң түрінде жазу керекпіз. 2012 жылы 3 миллион гектардан аса пайдаланусыз жатқан жер телімі анықталды. Бір жылдай бақылауда болып, қолданусыз қалған алқаптың иегерлері сотқа тартылды. 2,5 миллиондай гектар жерлерін қайрадан ауыл шаруашылық деңгейге қосты. Ал қалған қосылмаған жерлер бойынша сотқа қағаздар дайындалып, сот істері жүріп жатыр. 2013 жылы тексергенде 1 миллион 900 мың гектар жер пайдаланбайтын жерлер табылды. Қазір үкіметте жаңа заң жобасы қаралуда. Қабылданған жағдайда қолданусыз жерлер соттың шешімісіз жергілікті әкімшілік тарапынан тартып алынады. Бүгінгі таңда аймақтарда пайдаланусыз қалған жерлер тамшылатып суару жүйесі бойынша қайта қалпына келтіріліп жатыр. Ал шалғайға шаруаны орналастыру үшін болашақтың энергиясын игерген. Жергілікті бюджеттен мысалға 37 миллион бөлініп, соларға жаңа қондырғылар алып бердік. Оның үстіне жаңа айтып отырған жол картасы, оның үстіне жаңа Казагрофинанс бар. Соның бәрін қосқанда 80 үстінде жаңа алыстық жайылым жердегі нүктелерге біздер мына электр қуатын жеткіздік деп айтуға болады. Бұл фермада 6000 бас сиыры бар. Оның 1000-жарымы осыдан 2 жыл бұрын Ресейден әкелінген ангус тұқымды сиырлар. Әр қайсының құны 350-400 мың теңгеге бағаланатын бұл сиырлар 2 жылдай жемделеді. Салмағы жарты тоннаға дейін жетіп, 650 мың теңгеге бағаланады. Аптек мал бордақылау алаңы әзірге Қазақстандағы ең ірі қожалық. 10 мың басқа шақталған. Айына 400 сиыр етке жіберіледі. Біз әлі көбейеміз, мал аламыз, сосын мына жерде жоспарымыз мескімет салынады. Тағы осыда зеркальный әрбекке тағы осыда алан салынады. Жергілікті халықтан жиналатын ірі қара мал өте арзанға бағаланады. Сондықтан мамандар ауылдың сиырын асылдандыру қамына кіріскен. Жеке қолдағы малдың сапасын арттыруға 3 жылдық бағдарлама жасадық. Осы облыстық бюджеттен 1 миллиардтың үстінде 3 жылға ақша қарап отырық. Былтыр міне 1 жыл жұмыс жасадық. 244 миллионға 680 бас мұқа алып, асыл тұқымды ет бағытындағы. Соны ауылдық округтерге
аудандарын тараттық. Өткен жылы 5000 тонна осы Ресейге, басқа мемлекетке ет шығардық. Осы жылы Қазақстан бойынша 10 000 тонна осындай жоба бар. Оның еттің сапасы басқа елге қарағанда өте сапалы. Оның қазір сұранысы жыл сайын көбейіп жатыр. Автомат қасапхана қасқағында 50 баста бірден сояды. Мал бауыздалған соң бастағы жақ безін, жағасты безін, құлақтың маңында безді кесіп қарап, белгілі бір ауруларға тексеріс жүргізілді. Одан соң парихоматоздық органдары органолептикалық бағалау жүргізіліп, болғасын кеңірдек пен өңеш ұшадан алдырып тастап, мойын иық үсті екі безі, жұп безі тексеріліп, кесіліп қаралды. Енді әрі қарата ұшаны жалпы бағалау жұмысын, органолептикалық қарау жұмысын жүргіземіз. Егер күмәнді болып белгілі бір аурудың түрі болуы мүмкін деген күмән болған жағдайда қандай жұмыс атқарасыз? 60 грамм ет несін сынамасын аламыз. Инвазиялық аурулар, мысалы эхинококкоз кездесіп тұрады. Көп болмағанымен эхинококкоз ауруы көбінесе кездеседі. Зертханада жасалатын мекеме санитарының әрбір әрекетін мемлекеттік санитар қадағалап отырады. Егер ет санитарлық талаптарға сай келмеген жағдайда, сынамадан кейін оның түсі күн-көктем өзгереді. Бірақ міне 5 минут уақыт өтті, бірақ ет қалыпты жағдайда, яғни ешқандай зиян жоқ дейсіз. Оны талапқа сай сақтау қоймасына жіберуге болады. Барлық талапқа сай келеді. Өткен жылы республика көлемінде малды сою кезінде санитарлық норманы сақтамау бойынша 5000-ға жуық факті тіркелген. Қазір біз етті таразыға тартып жатырмыз. Өнім жұмыстың барлық процесінен өтті, яғни қоймаға жіберуге толықтай дайын. Жалпы бұл цехта тәулігіне 13 000 тоннада ет өндіріледі, ал оның 80% шұжық цехтарына жіберіледі. Жалпы экспортқа бұған дейін жіберіп беріңіздер? Жоқ, жіберген жоқпыз. Жалпы экспортқа жіберуге не келеді? Енді оған мына таможня союз қосылды ғой, бірақ қазір енді басқа елге шыққанда НДС деген бар. Осы жақтары кішкене қарастырылса, өйткені жаңа көтеріліп келатқан шаруашылықтарға НДС жағы ауыр тиюі мүмкін. Не 50%, а первые 3 года 100%. То есть дать возможность экспортеру встать на ноги, заработать. А последующие, после 3 лет, когда он встал на ноги, 50% оставить. Вот такое мое пожелание было бы. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық бұл мәселелерді түбегейлі шешпек, яғни еркін экономикалық кеңістік ашылып, сауда-саттықта кедергілер болмайды. Тауар айналымы тау биікке көтеріледі. Ұйым құру барысында бұл мәселелердің барлығы талқыланып, жалпы 3 мемлекетке ортақ талаптар әзірленуде. Яғни ветеринарлық құжаттар, фитосанитарлық құжаттар, кедендік құжаттар, одан басқа мемлекет тарапынан қолдау көрсету шараларды бір текті көлемге келтіріліп, жалпы бәсекелестікті теңдестіру мақсатында жасалынып отыр. Үкімет 2015 жылға қарай көршілес Ресейге 60 000 тонна ірі қара өнімін өткізуді жоспарлап отыр. Осы мақсатта озық техникалы өнеркәсіптер бой көтеруде. Бұл ел қазынасына кіріс енгізетін үрдіс. Бұл зауыт шұжықтың 60-тан астам түрін өндіреді. Айына 230-250 тонна өнім шығарып, еліміздің барлық өңірлеріне таратады. Біздің ет өнеркәсібіне келетін ет өнімдері жергілікті мал өнімдері болып табылады. Біз сырттан ешқандай да өнім алмаймыз. Ет өңдеу кешені 2008 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Көршілес жатқан елдерге ара-гідік өнімдерін экспорттайды. Кәсіпкерлердің де өзі осы қазір осыны бізге айтып отыр. Әрине бұл кәсіпкерлерге сауда-саттық жағынан өте орасан
мүмкіншілік ашылып отыр. Егер де 2010 жылы 18,8 миллиард долларға біз егер сауда-саттық жасайтын болсақ, қазіргі уақытта 24,3 миллиардқа біз сауда-саттық жасап отырмыз. Ол дегеніміз 29%-ға өсіп отыр сауда-саттығымыз. Кедендік одаққа кіргелі экспорт 2 есеге артқан, импорт 44%-дан 3%-ға дейін төмендеген. Ал өңдеу өнеркәсібіне тартылған инвестиция 2 есеге жуық өскен. Бұл ретте тікелей шетелдік инвестицияның жалпы көлемі 34%-ға өсіп, 28 миллиард долларға жуықтаған. Кедендік одақ қызмет жасағаннан бері қарай, осы үш елдің тауар айналымы жақсы өсіп келе жатыр. Оның көлемі ұлғайды. Мысалы 2012-2011 жылдармен салыстыратын болсақ, былтыр осы үш елдің өзінің тауар айналысының өзі 64 миллиард долларға жетті. Ауыл шаруашылығының өркендеу үшін қаржылай қолдау бар. Биылдан бастап кәсіпкерлерді тексергіш органдар қатары да кеміді. Қағазбастылықтан қағаз азайды. Шикізатты өндіретін өндіріс орындары көбейді. Енді ауқымды сұраныс пен кедергісіз нарық базары қажет. Ол үшін экономикалық тығыз интеграцияға түсу керек. Есть ряд групп товаров, по которым сейчас на предыдущем этапе не договорились. Это, например, такие товары, как условия обращения алкоголя, табака, автомобили, нефтепродукты, нефть, газ. По ним существуют определенные изъятия. И стороны договорились, что на нынешнем этапе, на этапе создания Евразийского экономического союза, мы все эти изъятия устраним. И сейчас идет активная работа с тем, чтобы к 1 января 2015 года Таможенный союз, то есть условия движения товаров, были реализованы в полном объеме, без всех изъятий и ограничений. ТМД елдеріндегі жалпы ішкі өнімнің 85%-ын одақ құраушы Қазақстан, Ресей және Белоруссия мемлекеттері құрайды. Ауыл шаруашылығындағы үлесі 112 миллиард доллар. Сондықтан Еуразиялық экономикалық одақ бәсекеге түсіп, бәйге алуға ұмтылдыратын ұйым болмақ. Біздің шағын орта бизнес кәсіпкерлеріміз тек қана біздің осы Қазақстан территориясына ғана өнімін шығармай, ол сол елдерге, Ресейге де бару. Ресейдің де құрылыс саласынан тендерлеріне, басқа да ауыл шаруашылығына, басқа да өнеркәсіптеріне осыға қатысу мүмкіндігін жасауға мына Евразиялық одақ мүмкіндік береді. Біз өзіміздің өндірушілерімізді дамытайық десек, оларға жол ашайық десек, әрине оларды біз тек қорғауымыз ғана емес, оларды біз бәсекеге итеруіміз де керек. Әйтпесе, мынандай бәсекесіз ешбір экономика дами алмайды. Қоғамдастық құрылғаннан кейін Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға бағытталады. Товары из разных стран получают возможность на рынках друг друга справедливо конкурировать без применения запрещенных мер, запрещенных форм поддержки. И если они им соответствуют, то к ним применяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Мы сможем в будущем стать, во-первых, крупным производителем сельхозпродукции, во-вторых, занять твердые позиции на внешних рынках. И ВТО в этом нам подспорье. Асылында экономикада мұндай кеңістік қалыптастыру 10 атанға жүк болар іс. Ал Қазақстан ол қиындықты еңсерді. Өйткені тың бастаманың өзектілігі өзгелерді де өзіне бұрды.